Армысыздар, ардақты ғылым сүйер, кітап сүйер қауым. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы Абай ғылыми зерттеу институтының ғылым таппай мақтанба атты хабарының кезекті санын бастаймыз. Ұлы ойшыл Абай Құнанбайұлы көзі ашық, көкірегі ояу әрбір жанға ғылым таппай мақтанба деп талап қойғанын білеміз. Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Артық білім кітапта деген сияқты тұжырымдарында, нақтырақ айтқанда 31-32 қара сөзінде Абай білімді іздеудің, ғылымды табудың нақты жолдары мен әдістерін айқындап негіздеп отырады. Осылайша Абайдың ілімінде білім концепциясы қалыптасады. Біздің хабарларымыздың да басты бағыт бағдары, мақсат міндеті ұлы ойшылдың білім ғылым концепциясымен тығыз байланысты болмақ. Хабарларымызда Абай ғылыми зерттеу институтының қорына, кітапхана қорына, сондай-ақ Фараби кітапханасының қорына түскен әдеби зерттеу және ғылыми танымдық кітаптар таныстырылатын болады. Бүгінгі хабарымызда назарларыңызға ұсынатын кітабымыз Абай ғылыми зерттеу институтының директоры, филология ғылымдарының докторы, профессор Жанғырат Әдебайұлының Абайдың антропологизмі атты монографиялық зерттеу еңбегі. Монография 2024 жылы Алматы қаласындағы Атамұра баспасынан жарық көрген, жалпы көлемі 320 бет. Кітаптың құрылымы үлкен 5 бөлімнен тұрады. Мазмұндық тұрғыдан келген кезде Абайдың антропологизмі атты монографияда Абайдың шығармашылығындағы адам болмысы, оның көркемдік, эстетикалық, этикалық аспектілері, сондай-ақ Абайдың ілімінің негіздері, Абай іліміндегі іргелі ұстанымдар, Абайдың ілімін құрап тұрған құрамдас бөліктер, және ең басты бұл кітаптың атап айтар жаңалығы, біздіңше қазақ абайтануында алғаш рет Абайдың ілімінің логикалық модельдері берілген. Міне осындай ерекше кітапты таныстыра отырып, өздеріңізге осы кітапты талдауға келген қонақтарды таныстырып өтейік. Бүгінгі хабарымызға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің шет ел филологиясы және аударма ісі кафедрасының профессоры, филология ғылымдарының докторы, әдебиетші ұстаз Темірғали Оразғалиұлы Есенбеков қатысып отыр. Сондай-ақ Әл-Фараби атындағы қазудың қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты, білікті ұстаз Еркінгүл Молотқызы Солтанаева қатысып отыр. Құрметті қонақтар, біздің хабарымызға қош келдіңіздер. Жаңа өздеріңізге айтып өткен монографиялық профессор Жанғырат Әдебайұлының Абайдың антропологизмі атты еңбегі төңірегінде өздеріңізбен бүгін аз кем ой бөліссек. Құрметті Темірғали ағай, кітаптың атауына келетін болсақ, Абайдың антропологизмі деп аталған. Расында да осы қазіргі ғылымда, қазіргі әдебиеттануда осы тақырып қаншалықты өзекті, әдеби антропологизм мәселесі қаншалықты зерттеліп келе жатыр. Сондай-ақ қазіргі антропоөзектік парадигмалар қалай қарастырылуда? Осы жөнінде өзіңізден пікіріңізді тыңдасақ. Кітапқа байланысты ең алдымен біз антропологиялық зерттеу дегеніміз не деген сұрақтың төңірегінде біраз ойланып алуымыз керек. Қазіргі кездегі ғылымдағы антропоөзектік парадигмалар сан алуан. Соның ішінде ең бастылары мынандай: өнер мен әдебиеттің адамның ойлау жүйесіне, санасы мен діліне әсері, ықпалы, бағыттаушы, қалыптастырушы, өзгертуші, апеллятивтік ықпалын зерттейді. Оған қоса қазіргі кезде адам сезімінің жаңа зоналары пайда болды. Қиял мен елестің тосын сфералары қалыптаса бастады адамның бойында. Қиял мен елестің ерекше формалары, экспрессивтік кеңістіктің жаңа сипатымен арналар пайда бола бастағанда, қазіргі антроптық қағидалар осы мәселелерге
назар аударады. Әрине, антропологиялық өлшемдер мен эстетикалық нормалар және эквиваленттер арасында қайшылық әр кезде болады. Ол адамзат пайда болғаннан келіп болып келеді. Өнер мен ғылым, мәдениет осы мәселелерді шешу үшін ізденістер жасауда антропологиялық зерттеулердің негізінде осы ерекше негіздерді үйлестіру проблемасы жатыр. Одан кейінгі бір назар аударатын мәселе адами өлшем. Антропологияда адами өлшем бар. Өмірдегі барлық болмыс адаммен өлшенеді. Сондықтан адам болмысты, адамды, дүниені танудың критерийі. Рахмет, Темірғали аға. Енді өзіңіз айтып отырған осы тақырып антропологизм, антропоөзектік парадигмалар мәселесі бүгінгі талданып отырған кітапта қалай көрініс табатындығы жайында пікір бөліссек, яғни профессор Дәдебаевтың кітабы Абайдың антропологизмі деп аталатынын бәріміз қарап отырмыз. Осы мәселе осы аталған кітапта қалай көрініс тауып, қалай осы тақырыпты автор аша білген? Абай жайында әңгіме болған кезде ең алдымен шығармашылық тұлға жайында сөз айту керек. Әдетте қалыптасқан көзқарастар бойынша шығармашылық тұлға ішкі әлемі кең, еркін, өзіне сенімді, ерік жігері мол. Сондықтан ол орныққан нормалар мен ережелерді қолдай бермейді. Өзіндік көзқарасын жаңа нормалар мен тезистер ұсынады. Сондықтан Абайдың антропологизм деген мына кітапта осы тұрғыдан келген, өте жақсы болған. Одан кейін ақын өзін өзі бақылауы қиын экзистенциалист. Абай сондай адам. Ал адами өлшемнің жаңа түрлері мен негіздерін Абай ұсынған модельдері ретінде берілген. Осының барлығы образ эквивалент ретінде оқырманның санасында жаңа білім, жаңа таным тудыратыны сөзсіз. Жалпы антропология деген үлкен категорияға берілетін анықтамалардың ішінде бір-біріне қарама-қарсылары да көп. Бірақ біздің ойымызша мынандай анықтамаға тоқтау керек сияқты. Антропология адамның табиғи және жасанды ортадағы болмыс кешуінің іргелі мәселені зерттейтін ғылыми зерттеудің негіздері болады. Енді антропологиялық ғылыми бағыттар мынандай: структуралық, философиялық, діни, құқықтық, мәдени, көркем, психологиялық, саяси, әлеуметтік, семиотикалық деп анықталған. Мына кітапта осы мәселелердің барлығы қарастырылған. Абай дана тұлға болғаннан кейін ол қазақ өміріне қатысты барлық мәселелерді құқықтық, мәдени, көркем, психологиялық, саяси, әлеуметтік мәселелердің барлығына адамды өлшеммен қараған. Енді монографияның мақсаты мынандай: Абай ілімінің өзекті антропологиялық қағидаттарын анықтау. Адам баласы әрі объект, әрі субъект екендігін талдау. Бірінші рет бізде ғылыми әдебиетте адамның әрі объект, әрі субъект екендігі алға қойылып отыр. Бұл өте жақсы. Объекттің субъекті өтуі, субъектінің қайтадан объекті өтуі, екеуінің арасында күрделі қарым-қатынастың барлығы осы кітапта, мына монографияда өте жақсы талданған. Екінші, кемел тұлға мен оның адамшылық қарызы туралы өте күрделі мәселені дәлелді түрде, жүйелі түрде қарастырғаны
назар аудару керек, қарастан назар аудару керек. Одан кейін тұлға мен тобыр арасындағы сан түрлі қарым-қатынастың барлығына Абай жіті назар аударған. Мына кітапта сол Абайдың көзқарасының барлығы детальдарына, жүйесі, мәні, мағынасы, маңызы барлығы жақсы ашылған. Абай айналып келген кезде Абай ілімінің қағидаттарының танымдық, әлеуметтік, философиялық мәндері айқындалған. Және Абай ілімінің басты ұстанымдары жүйеленген. Олар қандай? Адамның адамдығын айқындайтын факторлар анықталған. Бұл жөнінде осы монографияға дейін талай зерттеулер жасалған, бірақ онда көбінесе жалпылама, түсініктеме, комментарий түрінде айтылған пікірлер көп. Мына кітапта солардың бәрі жүйеленіп, ғылыми тұрғыдан тереңдетіліп, категориялық деңгейге көтерілген. Мақсат, іс-әрекет, амалдар, ізгілік пен зұлымдық, адалдық пен арамдық сияқты бинарлық оппозиция тұрған әртүрлі категориялардың арасындағы күрделі қатынастарды Абайдың қалай шешкені, қалай қабылдағаны, қалай бағалағаны жөнінде өте орнықты пікірлер бар. Монографиядағы мынандай қорытындыларды аса маңызды деп санаймыз. Абайтану үшін ғана емес, жалпы әдебиеттану ғылым үшін. Абай өзінің ойлары мен пікірлерін адам баласының адамдық мәні, адамдық қасиеті туралы әлеуметтік, этикалық, философиялық көзқарасынан таратып айтып, және олардың бәрі дәлелді, тиянақты, кемел болмысымен ерекшеленетінін көрсеткен. Бұған қосылу керек, және абайтануды осы деңгейде әрмен қарай жалғастырып зерттеу керек. Егемендік кезеңде білім алуда болып жатқан әртүрлі өзгерістер көп жағдайда жүйесіз жүріп жатқаны айтылып жүр. Абай өз жүйесін ұсынған. Мынандай ол: білім алудағы жан мен тән саулығы, ақыл-естің түгендігі, ішкі сыртқы қабілеті, талап қылуы, білуі және таным үдерісінің иерархиясы, жүйесінің модельдері жақсы анықталған мына кітапта. Соған қарап отыр, бұл кітаптың педагогикалық тұрғыдан да құндылығын атап өту керек. Абай білімді адамды, білікті адамды бәрінен жоғары қойғаны белгілі. Міне соны қалай жүзеге асты, сол жөнінде нақты жүйелері, модельдері анықталған. Және бір назар аударатын қорытынды мынандай: Абай ілімінің дүние танымының барлық ең негізгі заңдылықтары былай деп ашылған. Абай өмірді бүтіндеп білу және бөлшектеп білу деп таныған. Ең алдымен адам әлемді бүтін тану керек, одан кейін бар бөлшектеп тану керек. Яғни қазіргі тілге айтқан кезде жинақтау мен талдау. Абай соның негізін қалаған. Абай ілімінің басты категориялары: асық болар 5 нәрсе мен қашық болар 5 нәрсесіне арасындағы бұларды бір тұтас бір категория ретінде қарастырып отырып, олардың арасындағы әрқайсының бір-біріне ықпалы, мәні, маңызы, қасиеті жүйелі түрде айтылған. Бұл өте құнды пікірлер. Абай ілімінің 3 негізі: дәстүрлі, шығыс және батыс деп көрсетілген, және бұрын айтылып жүрген жалпы пікірлерден гөрі мына жерде Абайдың дәстүрлі мәдениеттен не алғаны анықталған, және жаңа қырлары көрсетілген. Абайдың шығыс әдебиетіндегі
көптөгөн идеяларга жакындыгы тереңнен карастырылган, яғни бұрын айтылған сол көне грек Әл-Фараби кезінен басталған осы байланыстардың барлығы жүйеленген. Олардың Абайға келгені, Абайдың оларды қабылдап, әрмен қарай өзінше дамытқаны барлығы қисынды, дәлелді айтылған. Абай ілімінің модельдері үшке бөлінген. Мағыналық құрымдық модельдер, категориялар моделі, логикалық модельдердің қисынды, дәлелді және түсінікті формалар жасалған. Және әрқайсысына жақсы түсінік берілген, ұғымы адамдарға түсінуге, оқырмандардың осыны түсіне отырып өзінше ой қорытуға мына кітаптың берері мол. Көп рахмет Темірғали аға, байыпты талдауыңызға, шынды пікірлеріңізге. Еркінгүл Молотқызы, өзіңіз мынау әдебиетті зерттеп жүрген ғалым, сондай-ақ әдебиет мәселелерін оқытып жүрген ұстаз ретінде осы Абайдың антропологизмі монографиясындағы қандай бөліктерге тоқталып айтар едіңіз? Және болашақ әдебиеттанушылар үшін бұл кітаптың құндылығы неде деп ойлайсыз? Бұл кітаптың ерекшелігі неде деп ойлайсыз? Абай ілімінің іргелі ұстанымдары атты бөлімінде қызыл тіл туралы деген тарауы бар екен. Сол тарауының ішіндегі маған ерекше ұнаған нәрсесі Жаңғара Дәдебайұлының поэзиялық мәтіндерді талдаудың жарқын үлгісін көрсетеді. Ол кісі Абайдың сегізаяқ өлеңін бастан аяқ талдайды. Мысалы, жалпы енді сегізаяқ өлеңі бұл Абайдың кемелденген кезінде, өмірінің орта тұсына келгенде туған, аса үлкен, көлемді, жан-жақты, келісті шыққан зор туынды ғой. Осы туындыны ол кісі алдымен әрбір тармағына тоқталып, әрбір тармағындағы тіркестерді түсіндіріп өтеді. Алыстан сермеп мағынасы қандай? Нені сермейміз? Сермеген кезде біз әдетте қолды сермеуіміз мүмкін, семсер сермеуіміз мүмкін, қанат сермеуіміз мүмкін. Ал алыстан дегеннің өзінде мұнда бір кеңістіктік мағына бар екендігін көрсетеді. Орыс тіліне аударған аудармашылар Озеров бұны издали зовет деп аударған екен. Ал алыстан сермеп дегенде бұл жерде қаншама мағына жатыр астарында. Алыстан орағытып айту, алыстан пайымдау, алыстан парлау, алыстан құйылу секілді бірнеше мағыналық қатпарлар жатқанын көрсетеді. Енді жеке-жеке тармақтарының талдай келе, оның осы үш тармақтың біріккен кезде бүтін ретінде беретін мағынасы қандай? Яғни алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған не нәрсе? Бұл әрекеттің, істің иесі кім дегенде, әрине бұл тіл екендігі көрсетіледі. Бұны сонау ерте кездегі ойшылдар Әл-Фараби, Цицерон, Аристотель, тіпті Байтұрсыновтың айтқан шешендік өнерге беретін бағалауларын, оның этаптарын көрсетіп, солармен салыстыра, байланыстыра талдайды. Яғни көрерменді өзіне қаратып, назарын аудартып алу деген. Абай бұл өлеңінің басында көркем сөзге қойылатын шарттарды беріп отыр. Бұдан кейін тағы бір таңғаларлық әдемі талдаудың бірі қиуадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған деген тармақтарын әдетте студенттерге айтқан кезде олар түсінбей қалып жатады. Қиуадан шауыптың мағынасын сонау Қиуа хандығы солармен байланыстырып жатады. Қиуа қаласы Қиуа хандығымен байланыстырып жатады. Ал профессор Жаңғара Дәдебайұлы бұны ұлттық дүниетаныммен, халықтың тұрмыс тіршілігімен байланыстыра талдайды. Қашаған
қуу, қашаған қайыру деген тіркестер бар екен. Жылқы баққан халық мұны жақсы біледі. Мұның мәні кейде мойнына құрық салдырмаған асау жүйріктер болады екен де, ол жүйріктерді тура артынан қуа шапса, жылқышылар еш уақытта жете алмайды. Сонда осы бір образды көрініс қарап отырсаңыздар, қия шауып тұр ғой. Абайдың өлеңінде көрініс тапқанын көрсетеді. Яғни тағы болып кеткен жануардың өзін қуа жеткен арқылы жүйрікті қуып жеткен жаңағы жылқышының өнеріне таңырқай, оны қызыл тілмен салыстырып, образды түрде екеуін шендестіріп беріп отырғанын көрсетеді. Яғни текстологиялық тұрғыдан көптеген қисынды өзгерістерді енгізіп отырады. Сегізаяқтың ішіндегі тағы бір әдемі талданған шумақтардың бірі: жартасқа бардым, күнде айғай салдым, одан да шықты жаңғырық, естісем үнін, білсем деп жөнін, көп іздедім қаңғырып, баяғы жартас, сол жартас, қан қатер түкті байқамас деген шумағы бар ғой. Осыны бір қарағанда барлығымызға түсінікті. Әдетте қолымызды бір сілтеп, баяғы жартас, бір жартас деп айтамыз. Бұл кітапта Жаңғара ағай мұның архетипін сонау Құранмен байланыстырады екен. Құрандағы Ағраф сүресінде көзі бар болса да көрмейтін, құлағы бар болса да естімейтін, жүрегі бар болса да сезбейтін адамдар, кей адамдар туралы айтылатын сүре бар екен. Осы сүредегі ойлар Абайдың жартас образын тудыруына себеп болған болуы мүмкін деп, яғни архетипін көрсетіп береді. Жалпы Жаңғара ағай ислам мәдениетімен, соның ішінде Құран сүрелерімен, пайғамбарымыздың хадистерімен, исламтанушы ғалымдардың еңбектерімен өз ойларын сабақтастырып, негіздеп талдайды. Сондай-ақ сіз енді әдебиетті оқытып жүрген ұстаз ретінде профессордың осындай өлең талдау әдістемесін бір модель ретінде, мысалы өзіңіз жаңа анықтап айттыңыз ғой, бүтін бөлшек мәселелерін, көркем мәтіннің әрбір бөлшегіне мән беріп, және оны ұлттық дүниетаным тұрғысынан қарастыру, өзіңіз айтқандай Құран сүрелерімен байланыстыру, осындай методиканы, осындай әдістемені өзге де өлеңдерді талдау тәжірибесінде қолдануға болады деп санайсыз ба? Әрине, міндетті түрде ұлттық контекстпен және жалпы адамзаттық рухани құндылықтармен байланыстырып талдағаны, сосын құрылымдық, мазмұндық тұрғыдан лингвопоэтикалық ерекшеліктерін талдағаны керемет ұтымды тәсіл болды деп ойлаймын. Мына жерде мына кітапты басқа тілдерге аудару жөнінде қазір айтқым келіп отыр. Себебі бұл абайтанудағы жаңа көзқарас. Бұрынғы айтылған әртүрлі жан-жаққа кетіп, жан-жаққа қарап тұрған мәселенің бәрін Жәкең бір арнаға алып кеп, оны кәдімгі қуатты ойға айналдырған. Әйтпесе Абай жайында жазылған мыңдаған еңбектің ішінде айтыла салған нәрселер көп, яғни ғылыми құндылығы төмен. Абай анандай мықты әлемге танылған ғалымдармен үндес. Абайдың «Көк тұман алдындағы келер заман» атты өлеңінде «Шырақтар ынталарың менікінде, тән құмарын іздейсің күнде түнде, әділеттік арлылық махаббатпен, үй жолдасың қабірден әр өткенде» деген өлең шумақтары түрлі басылымдарында кейде үй жолдасы, кейде ой жолдасы деп беріліп жүрген. Соны 1954 жылғы басылымда Қайым Мұхамедханов 3 жолдас екендігін, логикалық қисынға сай болатынын көрсетіп түзеген. Жаңғара Дәдебайұлы осы Қайым Мұхамедхановтың пікірімен келісе отырып, оны пайғамбар хадистеріндегі мына бір сөздермен негіздейді.
адамның үш жолдасы болады делінген екен хадисте. Біреуі өлгенше, екіншісі көрге кіргенше, үшіншісі қиямет күніне дейін жолдас болатындар екен. Яғни бұл жерде бірінші жолдасы өлгенше деп отырғаны дүние мүлік, жан жағындағы қоршаған заттар болса, екіншісі туыстарың, көрге дейін жолдас болатын туыстарың болса, үшіншісі қияметке дейін жолдас болатыны адамның осы өмірде жасаған жақсы амалдары екен. Құрметті қонақтар, бүгінгі ғылым таппай мақтанба хабарымызға келіп, профессор Дадебаевтың Абайдың антропологизмі атты кітабына қазақ абай тануына жаңа ғылыми парадигма болып қосыларлықтай өзіндік құндылығы бар кітап туралы ой бөліскендеріңізге көптен көп рахмет айтамыз. Ұлы ойшыл тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Өзге нәрселермен оздың ғой деудің бәрі де ақымақтық деген болатын. Ендеше өз қатарынан, өз замандастарынан ақыл, ғылыммен озып, инемен құдық қазғандай еңбек етіп, ғылым тапқан, ғылым іздеген әрбір ғалым мақтауға да, мақтануға да тұрарлық.